Мына енді өткенде Борман деген қошқарымды көрсетем деп уәде беріп едім. Соны енді қазір қошқарымыз осы жерде жүр. Міне бұның қошқарымызды осы 2021 жылы сәуір айында Қырғызстаннан алып келгенбіз. Тоқмақ қаласынан 5 айлық кезінде алып келгенбіз. $3000 алдық ол кезде. Осы 21 жылы 11 қыркүйекте өткен көрмеде сұраған $5000 жігіттер. Сонымен бермей алып келдік, өзімізге керек селекция жасағанымызға. Биыл енді пробный қозыларын көрдік, өткенде көрдіңіздер 8 кило болып туылды, 2 аптаның ішінде 15 кило болды. Бұл енді қазірдің өзінде бір жасқа толмай тұрып осындай қозы берді. Жасы өсе келе енді одан да мықты қозылар береді деп үміттеніп отырмыз бұлардан. Кейбір қошқарлар болады, өзі мықты қозы бере алмайды. Мына қошқарымыз енді Аллаға шүкір қозыны жақсы беріп отыр. Ешқандай бағада сатылмайды, $10.000 берсе де сатамаймыз. Өйткені бұның үйтіп сатып пайда көргенімізден бізге селекция жасап пайда көрген, сол пайдалы отырмыз. Мынау аналық бастар, бұлар енді бәрі тұсақтан енді құнан ғой, қазір құнан ғой, бәрі бірінші тума. Өткенде айтып едім ғой, жаңа неден Сарыағаштан 30 бас қолдан қашыртып алып келдім, жаңа Гулливер, Афган деген қошқарлардан. Жаңа Мықтыбаев Қуаныш ағамыздың несінен қорасынан. Биыл жақсылап төлдетіп алсақ, жылына 2 рет тудырамыз деп отырмыз. Осы туып біткеннен кейін, осына Борман осы қошқарымызды қосып, ары қарай селекциямызды жалғастырамыз. 27 наурыз күні Алла қаласа Сарыағаш қаласында халықаралық көрме болады. Алыс жақын шетелдерден келеді қонақтар. Сол жерде енді өзіміздің пародамызды тіркейміз деп сөйтіп ниеттеніп жатыр. Ол пародамыз Қаратау деп сөйтіп тіркелетін шығар деп отырмыз. Көпшілік дауыс солай Қаратау болып дауыс беріп жатыр. Ол қой түрі Қырғызстанда Арашан несімен, пародасымен және өзіміздің жергілікті қазақ қойымен және Тәжікстан Гисар қойымен солардың селекциясынан шығады. Қазір мемлекетпен ешқандай байланыс ондай жоқ енді, бірақ болашақта бір жайылым жерлер берсе, сосын суармалы жерлер болса, нұр үстіне нұр болар еді.